Сәлем баршаңызға. Қалдарыңыз қалай? Бүгін сіздерге осындай дәмді котлеттер сочный болып шығатын, қасында картошкалары мен күшті тамақ рецептімен бөлісіп тұрмын. Жасалу жолы оңай. Менімен видеоның соңына дейін бірге көріп, лайк басып, коммент жазып кетіңіздер. Парақшама тіркелуді ұмытпаңыздар. Онда бастадық. Алдымен ыдысымызға фаршымызды сабаламыз. Бір штук пиязымызды ұсақтап турап саламыз. Дәмдеріңізге қарай тұз, қызыл бұрыш, қара бұрыш саламыз. Өздеріңіз ұнатқан тағы да приправалар сарсаңыздар болады. Енді барлығын біркелкі болғанша араластырып аламыз. Міне біздің фаршымыз дайын болды. Енді осыларды котлеттің формасына келтіріп аламыз. Жасап осылай. Бұл жерде 500 грамм фарштан 13 штук котлет шығып тұр. Егер сіздер семьяларыңыз үлкен болса, есе көбейтіп жасасаңыздар болады. Ол өздеріңізге қалауларыңызша. Менде бұл жерде 4 адамға жасап жатырмын. Осылай барлығына котлеттердің формасын беріп жағамыз. Міне дайын. Енді қызып тұрған табамызға май құямыз, пісте май. Қуырып аламыз бірінші. Енді жаңағы жасап алған котлеттерімізді қуырып аламыз. Бірінші 5 штугын салып қуырып алдым. Екі жағыны қызартырып қуыруымыз керек. Бұл жерде қатты күйіп кетпесін. Бірақ кішкене қаралау болса да болады. Неге десеңіздер, бұны әлі картошкамен қуырып, су құйып бұқтырып алатын боламыз. Өте дәмді тамақ болады. Жасап көріңіздер міндетті түрде. Мұны осылай әп-әдемі, ешқандай жұмыртқа салмасақ та шашырап кетпейді. Осылай әдемі болып шығады. Өзінің формасын ұстап, шашырап кетпейді. Қалған 5-еуінде тағын солай пісіріп алатын боламыз. Менің парақшамды бірінші рет көріп тұрған болсаңыздар, парақшама міндетті түрде жазылып кетіңіздер, тіркеліп. Менде көптеген видео рецепттер бар, соны көрсеңіздер болады. Енді үлкендеу табамызға немесе қазанымызға май құйып, 1 штук пиязымызды турап қуырып аламыз. Сәл өлгеннен кейін осылай қызылдау болып, 1 штук сәбізімізді осылай турап, онда кішкене 3-4 минут қуырып алатын боламыз. Қуырып болғаннан кейін, менде бұл жерде домашний томат. Сіздер өздеріңіз помидор салсаңыздар болады, немесе магазиннің томатында салсаңыздар болады, 3-4 қасық. Енді 6 штук картошканы осылай ирек-иреге турап алып, онда қуырып аламын 5 минуттай. Барлығын 3-4 минут, 5 минуттан қуырып аламыз. Тұз саламыз. Қуырылып болған соң, енді бұл жерде су құятын боламыз. 350-400 мг су құйдым. Барлығыны бір бұқтырып қайнатып аламыз қазір. Енді жаңағы пісіріп алған котлеттерімізді ішіне салып, обязательно кішкене суға батып тұру керек. Неге десеңіздер, жаңа біз шала шекі қуырып алдық қой, шала болып тұр бұл жерде. Өзі су қайнап шыққаннан кейін бетіне жаңағы универсалный менде әртүрлі қосылған дәмдеуіштер, приправа сал жерден 30-35 минуттай астын жай етіп пісіріп алатын боламыз. Міне біздің тамағымыз почти дайын. Енді бетіне зелендерімізді сеуіп, тағы 5 минутқа бұқтырып қоямыз астын жай етіп. Тамағымыз пісіп шықты. Өздеріңіз қалауларыңызша әсемдеп, сәмдеп, тарелкаларыңызға сүзіп, кешкі астарыңызды іше берсеңіздер болады. Ас болсын. Менің парақшама тіркеліп кетіңіздер. Құдай қаласа алдағы уақытта көптегі рецепттермен бөлісетін боламын.